Ұшақ аяқ астынан турбуленттілік аймағына кіргенде сізде қорқыныш сезім пайда болады ма? Ал турбуленттілік әуе апатының себебі бола алады дегенге сенесіз бе? Олай болса, осы жолы біз сізді турбуленттіліктің қауіпті құбылыс емес екеніне көндіруге тырысамыз. Әлемдегі дербес жыл сайынғы ұшулар саны 2004 жылы 23 миллионнан асса, 2019 жылы 38 миллионнан асты. Соған қарамастан ресми тіркелген турбуленттіліктің салдарынан болған апат тек бір ғана. Ол сонау 1966 жылы Жапонияда орын алды. Оған қарамастан турбуленттілікті қауіпсіз құбылыс десек болады. Ең алдымен турбуленттілік деген не және оның себептерін біліп алайық. Турбуленттілік деген құлаққа күрделі зат сияқты естілгенімен, оның анықтамасы өте оңай. Салыстырмалы тыныштық күйінде болған ауаның әртүрлі күштер әсерінен біркелкі емес, ретсіз толқындарға алмасуын турбуленттілік деп атайды. Турбуленттілікті түсіну үшін ең қарапайым мысал келтірейік. Егер жоғарыға ақырын, түзу көтеріліп жатқан түтіннің кенеттен өзінен өзі ретсіз қозғалысқа ауысқанын көрсеңіз, сіз турбуленттілік құбылысын байқадыңыз. Турбуленттілік туралы көбірек білу үшін біз эксперт ретінде азаматтық авиация ұшқышымен сұхбаттастық. Бұл сирек құбылыс емес, күнделікті полеттарда жиі кездестіріп тұрамыз. Бірнеше түрі бар. Ол light турбуленс, яғни жеңіл турбуленттілік, moderate турбуленс, орташа немесе ауыр турбуленттілік деп бөлінеді. Light турбуленс ол жеңіл турбуленттілік. Жеңіл турбуленттіліктің кезінде жолаушыларға қауіпсіздік белгілерін бекіту керектігін ескертеді. Ұшақ ішіндегі бекітілмеген заттар тыныштық күйінде қалады. Бұл жеңіл тербеліс пен соққыларды тудыратын ең жиі кездесетін түрі. Moderate турбуленс ол орташа турбуленттілік. Орташа турбуленттілік болған жағдайда қауіпсіз белдіктерін міндетті түрде бекіту керек. Ұшақтағы бекітілмеген заттар қозғалып сілкіне бастайды. Ал борт бойынша қозғалу қиындау болады. Severe turbulence ауыр турбуленттілік. Турбуленттіліктің ауыр түрі болғанда ұшақты басқару аз уақытқа жоғалуы мүмкін. Борттағы заттармен соқтығыс себебінен ауыр жарақаттануы мүмкін. Light пен moderate сездім. Severe болмады деймін. Халықаралық документтерде, ICAO деген документтерде өзінің жазылған ережелері бар. Бұл турбуленттіктің бірінен ең басты айырмашылығы, яғни Severe'дің самолет бір шамалы уақытқа ұшақ контрольде жоғалтып алуы мүмкін. Moderate пен light турбуленс кезінде самолет әрдайым біздің басқаруымызда. Негізгі түрлері бұл механикалық турбуленттілік, термалды турбуленттілік, brake turbulence деген бар. Сосын жаңа clear air turbulence. Біріншісі механикалық турбуленттіліктен бастасақ, бұл дегеніміз ол жер бедеріне байланысты. Яғни жер бедері біркелкі емес, не ғимараттар болсын, биік ғимараттар болады, таулар болады, жоталар болады. Содан мысалы кедергі болса, былай біркелкі соғып тұрған жел келеді, ол кедергіге тап болады. Кедергіге тап болғаннан кейін ол жел уже араласа, айналып соғады. Сол кезде біз осындай әуе кеңістігіне кіріп кетсек, біз турбуленттілікті сеземіз. Кейін термалды турбуленттілік деген бар. Бұл көбінесе аптап ыстық болған кездерде, Дубай сияқты ыстық ауа райы тұрған жерлерде болатын турбуленттіліктің түрі. Яғни бетінің үстінде тұрған ауа келеді, ол да қызады. Қызған ауа, ол білуімізше барады да жоғары көтеріледі. Ол жоғары көтерілген жай ғана жоғары көтеріліп қоймайды, үстінде тұрған салқын ауа бар ғой, ол соны ығыстырады. Жоғары көтеріліп жатады бір жағынан төмен түсіп жатады. Мына жерде тағы да қарбалас пайда болады. Осы жерде тағы да термалды турбуленттілік пайда болады. Кейін wake turbulence деген бар, ұшаққа байланысты. Ауа сұйықтық болғандықтан кейін, ол ауаның ішінде ұшақ қозғалған кезде, яғни ауаның тыныштық қалпын бұзады. Бұған қарапайым мысал, егер тынық судың бетінде жүзіп келе жатқан қайықты елестетсек, қайықтың артынан екі жағынан толқын қалдырады ғой. Тура сол сияқты ұшақта өз артынан сондай із қалдырады. Алдыдағы видеода коммент қалдырған Mavic 3272-ке сәлем жолдап картамызда белгілейміз. Сіз де өзіңіздің қалаңызды жазуды ұмытпаңыз. Авиацияда clear air turbulence, яғни ашық аспан турбуленттілігі деген түсінігі бар. Бұл турбуленттілік өзінің кенеттігімен қауіпті. Сол себепті ұшар алдында жолаушыларға қауіпсіздік белдігін ұшу соңына дейін ағытпауға кеңес береді. Clear air turbulence дегеніміз ашық күнде, ашық аспанда, бұлтсыз күнде болатын, жоғары биіктікте болатын турбуленттілік. Бұл көбінесе үлкен жылдамдықпен соғатын желдердің әсерінен болады. Ол желдердің жылдамдығы 150-300 км/сағатқа дейін жетуі мүмкін. Егер сондай желдердің жанынан, төңірегінен ұшатын болсақ, маңайынан, сол кезде біз clear air turbulence сеземіз. Біз ұшпастан бұрын ауа райын талдау керек, біз дұрыстап. Ауа райында барлық карталар беріледі, қай жерде қандай зонада бұлттар болуы мүмкін, немесе жаңа ұйытқыған үлкен жылдамдықтағы желдері болуы мүмкін деген сияқты соның картасын береді. Соған сәйкесінше әрекеттерімізді жоспарлаймыз. Егер уже ұшып келе жатсақ, бізде приборлар бар, ол әрине, бірақ clear air turbulence ол көрсетпейді, ол приборлар ылғалға қатты әсер етеді. Турбуленттілік болуы мүмкін екен деп, сол жерден алшақтап ұшып айналып өтіп қана шаламыз. Ал өкінішке орай clear air turbulence-ті жаңағы картадан ғана қарай аламыз болды. Радио связьға шығып, хабарға шығып сұрауға болады. Осы регионда турбуленттілік болды ма, немесе мынау биіктікте турбуленттілік бар ма деген сияқты. Немесе жердегі авиадиспетчерлерден де сұрап көруге болады. Severe turbulence болатын болса, репорт береміз.
Егер moderate турбулент болатын болса, ол да яғни жағымсыз, қолайсыз, біз ондай зонадан шығып кетуге тырысамыз. Және егер эшелон ауыстырып жатсақ, немесе басқа да шешім қабылдап жатсақ, әрине біз диспетчерға себебін түсіндіреміз. Егер қарапайым жеңіл light турбулент болатын болса, бірінші әрекет бұл белдемшелеріңізді тағып, орындарыңызға отыр деген қосамыз сигналды. Сәйкесінше жолаушылар барып орындарына отыру керек. Өйткені кез келген мезетте бұл light turbulence бірден moderate болып кетуі мүмкін, бірден severe болып кетуі мүмкін. Өйткені бұл әуе кеңістігі өте үлкен, ол біркелкі емес. Сондықтан ең алғашқы әрекет бұл белдемшелер тағып отыру. Егер кейін интенсивтілігі арта беретін болса, кабинадағы сервис тоқтатылады. Яғни бұл да қауіпсіздік өйткені. Егер кейін severe turbulence болып жатса, немесе интенсивтілігі артып жатса, эшелон ауыстырамыз. Не төмен түсеміз, не жоғары түсеміз деген сияқты. Ең бастысы ұшақтың барлық мүмкіндіктерін пайдалану, сонымен қатар автопилотты қолданамыз. Бұл автопилотты қолданып жай қарап отыру деген сөз емес, бірнеше өзінің режимдері болады. Самолеттің басқа да параметрлері, қозғалтқыштың параметрлері өз нормасында ма, жоқ па, соны байқап қадағалап отыру керекпіз. Тәпсім сабырлы отыра береміз деп айта алмаймын. Әрине бұл шамалы стресс тудырады. Біз ауа райын дұрыс талдаған болсақ, сәйкесінше барлық процедураларды дұрыс жасаған болсақ, да сондай қорқыныш болмау керек деп ойлаймын. Full flight simulator деген бар. Самолетті толығымен бүкіл қозғалысын, іс-әрекетін, қоршаған ортаның әсерін барлығын ішінде кәдімгі самолеттің кабинасында отырғандай тренинг жасаймыз. Үлкен биіктіктегі severe turbulenceға қарсы қандай әрекеттер жасау керек екенін. Менің ойымша, турбуленттілік деген бұл орынды жағдай. Бұл табиғи қарапайым құбылыс, одан қорқатын еш нәрсесі жоқ. Егер адам сонда да турбуленттен қорқатын адам болса, самолеттің әртүрлі орындарында турбуленттілік әртүрлі сезіледі. Қорқатын адам болса, онда самолеттің бас жағына қарай отыруға тырыссын, немесе қанаттарының тұсына қарай отыруға тырыссын. Өйткені самолеттің артқы бөлігінде турбуленттілік көбірек сезіледі. Ұшақпен ұшу әлемдегі ең қауіпсіз қатынастың бірі, ең қауіпсіз болып табылады. Менің ойымша, қазір материалдарында түрлері көп. Қазір композит материалс көп қолданып жатыр. Бұрын қолданған материалдармен салыстырғанда берігірек болып келеді, бірақ шамалы, может, эластичный болуы мүмкін. Сондықтан одан қорқатын жөн жоқ деп ойлаймын. Осы күнге дейін турбуленттілік себеп болған жалғыз ғана әуе апаты белгілі. Ол 1966 жылы Boeing 707 ұшағының Жапониядағы Фудзи тауында болған апат. Британдық әуе компанияның бұл ұшағы күрделі бағыттағы континентарлық рейсін орындаған. Бірақ Токиодан ұшып, аяқ астынан ұшақ радардан жоғалған. Әуе апатының себебі деп турбуленттілікті ресми түрде атады. Boeing 707 құрылысының төзімділігі үшін жоғары, шамадан тыс қысымға ұшырап, ерекше күшті турбуленттілікке тап болды. Ал турбуленттіліктің себебі тау беткейлеріне соғылған ауа ағындарының желдің қатты күшеуі болды. Бұған қарамастан турбуленттілік әуе апатын тудырады деп қорқудың қажеті жоқ. Өйткені 1966 жылғы ұшақтар мен қазіргі ұшақтардың құрылысы, сапасы мен мүмкіндігі жер мен көктей. Сондай-ақ қазіргі ұшақтарды қолданысқа беру алдында бірнеше жасанды табиғи құбылыстар сынақтарынан өткізеді. Турбуленттіліктің сіз үшін ең қауіптісі берлігі бір деңгейде жарақаттану. Әсіресе сіздің қауіпсіздік белдігіңіз бекітілмеген болса. Сондықтан иллюминатордан сізге аспан ашық, тыныш көрініп, кенеттен турбуленттілік аймағына кіреміз, қауіпсіз белдігін бекітіңіз деген хабарламаны естісеңіз, күмәніңіз болмасын. Ұшақ расында да жақын арада турбуленттілікке ұшырайды. Осы видеомыз арқылы сіздің ұшу мен турбуленттілік қорқынышын жеңуге көмектесе алдық деп үміттенеміз. Ең бастысы қауіпсіздік белдігінің ұшудың басынан соңына дейін бекітіп қоюға кеңес береміз. Сапарыңыз сәтті өтсін.